Футболда қап-қап ақшасы бар ең бай клуб кім? Осы маусымға қарап Челси деуіңіз мүмкін. Бірақ жалғанды жалпағынан басып, қаржылық фейрплейді бұзып, футболшыны 222 миллион еуроға сатып ала алатын қожайыны FIFA-дан карьераны шын өмірде ойнап жүрген бір клуб бар. Бұл әрине ПСЖ. Бәріңе сәлем, бұл екінші тайм арнасы. Мен Есет Төлеш. Бүгін ПСЖ футболшыларының жалақысын айтамыз. Жұлдыз трио Мбаппе, Месси, Неймардың жалақысы қанша? ПСЖ-да ең көп жалақы алатын футболшы минут сайын қанша табады? Есептеп көрдік. Ескерте кетейік, футболшылардың жалақысы туралы ресми ақпарат жоқ. Түрлі басылым өз нұсқасы бойынша жалақылар кестесін жасайды. Бұл тұста еуропалық топ лигалардағы футболшылардың жалақысын есептейтін арнайы басылым бар. Негізі футболшылардың жалақысын ең дәл айтатын дәл осы басылым саналады. Біз осы басылымның деректеріне сүйендік. Мұнда әр футболшының салыққа дейінгі жалақысы келтірілген. Футболшылардың жалақысы мен өзге де қызық ақпараттарды екінші тайм Telegram арнасынан оқи аласыздар. Сілтемесін пікірге қалдырып кетемін. Жазылып қойыңыздар. Бұған дейін Челси футболшыларының да жалақысын айтқанбыз. Сол шығарылымды көріп шығуға кеңес беремін. Ал ендеше шай құйып алыңыздар. Бастаймыз. Тізімді Люка Лавелла ашады. 20 жастағы қақпашының жалақысы жылына 120 мың еуро. Әзірше ол ПСЖ-да дебютін өткізбеді. Париждіктердің екінші командасында өнер көрсетеді. Жақында ғана 19 жасқа толатын испаниялық Исмаэль Гарби жылына 150 мың еуро тауып отыр. ПСЖ түлегі осы маусымда 6 матчқа қатысты. Кубоктың матчында бір нәтижелі пас берді. Келісім шарты 2025 жылы аяқталады. Уоррен Зайер Эмеридің жылдық ақысы 250 мың еуро. Ол маусымда жиі ойнап жүр. 22 матчқа қатысып үлгерді. Чемпионатта Монпелье мен Монако қақпасына гол соқты. Ал ол 2006 жылғы. 17 жастағы бала аптасына 2,5 мың еуро тауып отыр. Талант. 20 жастағы Тимоти Пембеленің жылдық жалақысы 320 мың еуро. Ол оң қанаттағы қорғаушы. Француз былтыр Бордода жалда ойнап келген. Ал осы маусымда ПСЖ-да 6 рет қана алаңға шықты. Себебі қаңтарға дейін ауыр жарақатынан емделіп, маусымның алғашқы бөлігіне қатыспаған. Ақпаннан бері Хакими жоқта ойнап алды. 17 жастағы Әл Шадай Бичиабу жылына 530 мың еуро табады. 17 жастағы орталық қорғаушы соңғы кезде жиі ойнап жүр. Соңғы 2 турда Лион мен Ренге қарсы негізгі құрамда шықты. Баварияға қарсы қарымта ойында 45 минут ойнады. Бір қызығы ПСЖ сол 3 ойында да жеңіліп қалды. Әл Шадайдың кесірінен емес шығар бірақ. Александр Летеле жылына 600 мың еуро тауып отыр. 32 жастағы голкипер әлемдегі ең оңай жұмыстардың бірін тауып алған. Себебі ол үшінші қақпашы. Парижге 2020 жылы ауысқаннан бері ол алаңға бір мәрте ғана шықты. Өткен маусымның соңында Метске қарсы бақандай 7 минут ойнап, гол жіберген жоқ. Ал осы маусымда әзірше алаңға шықпады. Сол қанаттағы қорғаныста болашағы зор Нуно Мендештің жалақысы 1 миллион 440 мың еуро. Оның жасы бар болғаны 20-да. Өткен маусымнан бері ПСЖ-ның негізгі құрамында ойнайды. Осы маусымда барлық турнирде 29 матчқа қатысты. 2 гол мен 5 ассисттің авторы атанды. Португалиялық қорғаушының қазіргі жалақысы Спортингтегі айлығынан 3,5 есе көбейген. Кезек екінші қақпашыда. Испаниялық голкипер Серхио Риконың жылдық жалақысы 2 миллион 50 мың еуро. Бұл көп емес, себебі Рико бұрын Севилья мен Фулкемде бұдан сәл көбірек жалақы алған. Бірақ ол кезде бұл командалардың негізгі қақпашысы болатын. Рико ПСЖ-ға 2019 жылы 26 жасында келген. Бірінші нөмір бола алмады. 4 жылда 24 матчқа қатысты. Өткен маусымда Мальоркада жалда ойнады. Ал осы маусымда тек қосалқы құрамда отыр. Алаңға әлі шықпады. Тіреуші жартылай қорғаушы Даниэло Перейраның жалақысы 3 миллион 200 мың еуро. Портудағы жалақысына қарағанда 2 есе өскен. 31 жастағы тіреуші жартылай қорғаушы ПСЖ-ның негізгі құрамынан түспейді. 35 матчқа қатысып тастады. Ал келісім шарты 2025 жылы аяқталады. 20 жастағы шабуылшы Юго Экитекенің жалақысы 4 миллион 800 мың еуро. Ол командаға былтыр Реймстен жалға алынған болатын. Жазда жалға алу мерзімі бітеді, бірақ сатып алу құқығы бар. Париждіктер форвардқа осынша жалақы бергеніне қарағанда оны сатып алады. Әйтпесе Реймсте айына 10 мың еуро алып жүрген бала еді. Юго осы маусымда ПСЖ сапында 27 матчқа қатысты. 4 гол соғып 3 нәтижелі пас берді. Көбіне қосалқы құрамнан шығатын ойыншы соңғы рет қаңтарда гол соқты. 23 жастағы жартылай қорғаушы Витинья жылына 5 миллион 450 мың еуро табады. Португалиялық талант ПСЖ-ға былтыр жазда ауысқан еді. Бұған дейін Портуда жылына 120 мың еуро ғана алатын. Витинья ПСЖ-ға ауыса сала негізгі құрамға кіріп алды. Бірақ тек статистикасын қарасаңыз көңіл көншітпейді. 39 матчта 1 гол да соға алмады. Тек 2 нәтижелі пас берді. Оның Париждік клубпен қазіргі келісімі 2027 жылы жазда аяқталады. Испан жартылай қорғаушысы Карлос Солер болса жылына 6 миллион еуро тауып отыр. Ол да жаңа ойыншылардың бірі. Былтыр Валенсия сапынан ауысып келген. Валенсиядағы жалақысына қарағанда Париждегі айлығы 3 есе көп. Солер осы маусымда жаман емес.
27 матчта 6 гол соғып 4 ассист авторы атанды. Бірақ былтыр Валенсияда жүргенде 50 миллион еуроға бағаланған футболшының құны биыл трансфер маркетте 30 миллионға түсіп қалды. Ал келісім шарты 2027 жылға дейін есептелген. Португалиялық жартылай қорғаушы бар әлеуетін аша алмаған Ренато Санчес жылына 6 миллион 480 мың еуро алады. Санчес Лильдегі сәтті ойынынан кейін былтыр ПСЖ-ның жейдесін киген. Бірақ кезінде Баварияда бағы жанбаған футболшының тағы бір топ клубта жолы болмай жүр. Санчес көп жағдайда қосалқы құрам ойыншысы. Осы маусымда 21 матчта 2 гол соқты. Орта есеппен әр матчында 35 минуттан ойнайды. Бір жағынан Санчестің соңына жарақаттар түсіп алды. Осы маусымда 4 түрлі жарақат алып, 16 матчқа қатысқан жоқ. Футболшы жазда трансферге қойылады деген ақпарат бар. Бірақ келісім шарты 2027 жылы аяқталады. Бүкіл карьерасын ПСЖ-да өткізіп жатқан Преснель Кимпембе жыл сайын 7 миллион 680 мың еуро табады. Команданың басы қорғаушыларының бірі осы маусымда да негізгі құрамнан бастаған. Бірақ жарақат алып, тіпті әлем чемпионатына да бара алмады. Қорғаушы осы маусымда 5 мәрте жарақат алды. Әлі де емделіп жатыр. Себебі осы ақпанда ғана жарақаттанып, маусым соңына дейін ойнай алмайтын болды. Жалпы алғанда осы маусымда 15 матч қана өткізді. Ал жарақатына байланысты қатыспаған матчтардың саны 36. ПСЖ ойнаған сайын бұған бір санды қоса беріңіз. Орталық қорғаушының қазіргі келісім шарты 2024 жылы жазда аяқталады. Командаға былтыр жазда ауысқан тағы бір футболшыға келдік. Норди Мукиеле жылына 8 миллион 400 мың еуро табады. Француз қорғаушысы командаға былтыр немістің Лейпциг командасынан келген. Жалақысы 3 есе өсті. Мукиеле басында қосалқы құрамнан шығып жүрді. Кейін бас бапкердің сеніміне кіріп, негізгі құрамға іліге бастады. Бірақ ақпанда жарақат алып, бір айдай ойнамады. Кейін Баварияға қарсы матч естеріңізде болар. Ойынға 36 минутта қосылған ол 9 минут қана ойнап, екінші таймға шыққан жоқ. Содан бері әлі ойнамады. Осы маусымда барлық турнирде 25 матчқа қатысып, 3 нәтижелі пас берді. Үздік 10-қа келдік. 10-шы орында испаниялық Хуан Бернат. Оның жалақысы 8 миллион 760 мың еуро. Айлық жағынан үздіктер қатарында болғанымен ол негізгі құрамда емес. Испаниялық ойыншы ПСЖ-ға 2018 жылы Бавариядан ауысқан. Тек алғашқы 2 маусымда негізгі құрамда болды. Одан кейін ауыр жарақат алып, орнын жоғалтып алды. Ол 30 жаста, келісім шартын 2021 жылы ұзартқан. Қазіргі келісімі 2025 жылға дейін жарамды. 9-шы орында тағы бір испаниялық тұр. Жартылай қорғаушы Фабиан Руистің жалақысы 9 миллион 90 мың еуро. Ол командаға былтыр Наполиден ауысып келген. Жалақысы 3 есе өсті. Сәуірдің басында ғана 27-ге толған футболшы осы маусымда 30 матчқа қатысты. 1 гол мен 2 нәтижелі пастың авторы болды. Руист Наполидің негізгі құрамында ойнаған. Нәтижесі жаман емес еді. Өткен маусымда 7 гол соғып, 5 ассист жасаған болатын. Гол соғу оның міндетіне жатпайды. Бірақ ПСЖ-да Наполидегідей шабуылға көп араласпайды. Испаниялық ойыншы алдағы жылдары Парижде қалады. Келісім шарты 2027 жылға дейін жасалған. Тағы бір испаниялық футболшы 8-ші орында. Мадридтік Реалдың аңызы Серхио Рамос жылына 10 миллион 900 мың еуро табады. Бұл Мадридтегі жалақысынан әлде қайда аз. Өткен маусым Рамос үшін сәтсіз өтті. Жарақатына байланысты 33 матчқа қатыспаған еді. Ал биыл ойыны жаман емес. 37 жасқа келген қорғаушы негізгі құрамда тұрақты ойнап жүр. Кубок пен суперкубок матчында гол соқты. Барлық турнирде 36 матчы ойнап тастады. Рамостың келісім шарты осы маусымнан соң аяқталады. Қорғаушы жалақысын азайтып, ПСЖ-да тағы 1-2 маусымға қалуы мүмкін. Дегенмен оны Сауд Арабиясының Аль-Хилаль клубы қатарына қосқысы келеді. Мүмкін жазда Роналдудың көршісі болып қалар. Көрейік. 24 жастағы қақпашы Джанлуиджи Донарума жылына 12 миллион 730 мың еуро көлемінде жалақы алады. Ол ПСЖ-ға 2021 жылы ауысқан. Өткен маусымда Навас екеуі алма кезек тұрса, осы маусымда Донарума толығымен бірінші нөмір. Ол биыл ПСЖ өткізген 41 матчтың 39-ында алаңға шықты. Сол ойындарда 41 гол жіберді. 39 ойынның 11-інде ғана қақпасын құрғақ ұстай алған. Италиялық қақпашы 6 маусым Миланның қақпасын күзеткенін білесіздер. Ол кезде де айлығы Париждегімен шамалас болған. Енді ПСЖ-мен келісім шарты 2026 жылы аяқталады. Капитан Маркиньос 6-шы орында. Оның жалақысы 14 миллион 400 мың еуро. Бразилиялық қорғаушының ПСЖ-да ойнап жүргеніне биыл тура 10 жыл болды. Командаға 19 жасында келген. 399 матч ойнап тастады. ПСЖ-ға енді келген кезде жалақысы 750 мың еуро болатын. Ол уақыт өткен сайын көтеріле берді. 2020 жылы келісім шартты ұзартқан кезде жалақысы 14 миллионға жетті. Маркиньос әдеттегідей қорғаныстың белді мүшесі. Осы маусымда 36 матч өткізді. 2 гол соқты. Оның келісім шарты 2024 жыл аяқталады. Бірақ жақын арада ештеңе өзгермесе, капитан Парижде біраз уақытқа қалады. Италиялық жартылай қорғаушы Марко Вераттидің жалақысы капитанмен бірдей. Жылына 14 миллион 400 мың еуро. Ол ПСЖ-ға Маркиньостан 1 жыл бұрын келген. 2012 жылдан бері 400-ден аса матч өткізіп тастады. Командаға ауысқаннан бері негізгі құрамда. Вератти алғаш келген жылдары жылдық жалақысы 1 миллион еуро болатын.
Кейін ол 4 миллион болды. 2019 жылы келісім шартты ұзартып, бүгінгі жалақысына жетті. Ол осы маусымда 31 матчқа қатысты, 1 гол соқты. 30 жастағы Вератти былтыр желтоқсанда ғана келісім шартын ұзартты. Енді Парижде 2026 жылға дейін ойнайды. Марокколық ойыншы әлемдегі ең үздік 10 қапталдағы қорғаушылардың бірі Ашраф Хакими 4-ші орында. Жылдық жалақысы 14 миллион 555 мың еуро. Хакими ПСЖ-да 2-ші маусым ойнап жатыр. Осы маусымда 33 матчқа қатысып, 4 гол мен 5 ассисттің авторы атанды. Хакими бұрын Боруссияда ойнап жүргенде жылына 1,5 миллион еуро алатын. Интерде жалақысы 6,5 миллион болды. ПСЖ-да айлығы 2 есе өсті. Марокколық қорғаушы Париждік командада 2026 жылға дейін ойнайды. Үздік үштікке келдік. Олар кім екенін біліп отырғанда боларсыздар. Үштікті бразилиялық талант Неймар ашады. Жылдық жалақысы 56 миллион 360 мың еуро. Неймар осы маусымда жақсы бастаған, бірақ әлем чемпионатынан кейін баяғы әуеніне басты. Ақпанда өзінің дәстүрі бойынша тағы да жарақат алды. Бұл жолы тобығын жарақаттады. Маусым соңына дейін ойнай алмайды. Осы маусымда 29 матчта 18 гол соғып, 17 нәтижелі пас берді. Әлем чемпионатынан кейінгі статистикасы осындай. 6 матч өткізіп, 2 гол мен 2 нәтижелі пастың авторы атанды. Неймар ПСЖ-мен келісім шартын 2021 жылы ұзартқан. Жаңа келісім 2025 жылға дейін есептелген. Бірақ осы маусымда париждіктер Неймарды сатқысы келеді деген ақпарат көп шығып жүр. Жеті дүркін алтын доп иегері Лионель Месси 2-ші орында. Оның жалақысы 63 миллион 640 мың еуро. Бұл Барселонадағы айлығынан аздау. Каталониялық клубтағы соңғы жалақысы 71 миллион еуро болған. Су жаңа әлем чемпионы маусымның алғашқы жартысын тамаша өткізді. Көп басылым оны алтын допқа басты үміткер деп санайды. Осы маусымда ПСЖ сапында 33 матчта 18 гол соғып, 17 нәтижелі пас берді. Бірақ қазір қатарынан 4 матч бойы гол соға алмай жүр. 35 жастағы футболшының келісім шарты жазда аяқталады. Маусым біткен соң Месси командадан кетеді деген ақпарат өріп жүр. Келесі маусымда ол Барселонаға оралуы ықтимал. Бірінші орынға жеттік. Килиан Мбаппе ПСЖ-да ең көп жалақы алатын футболшы. Оның жалақысы 72 миллион еуро. Килианның париждік клубтағы алғашқы жалақысы 18 миллион еуродан сәл асты. Кейін ол 32 миллионға жетті. Ал былтыр мадридтік Реалдың ұсынысынан бас тартып, мамырда ПСЖ-мен келісім шартын ұзартқан. Жаңа келісім шарт бойынша ПСЖ-да ғана емес, бүкіл әлемде ең көп жалақы алатын футболшы атанған еді. Мбаппенің жалақысын теңгемен айтып берсек, 72 миллион еуро дегеніміз 35 миллиард теңгеден асады. Жылдық жалақысы осындай. Айына 2 миллиард 943 миллион теңгеден алады. Күніне табатын ақшасы 105 миллион теңгеден асады. Бұлайша айтқанда, кейбір адамның айына әрең табатын жалақысын Мбаппе минут сайын алып отыр. Мбаппе осы маусымда 34 ойынға қатысты. Онда 31 гол соғып, 8 ассист жасады. Келісім шарты 2025 жылы аяқталады. Бірақ Килиан клуб басшылығымен жиі араздасып жүр. Командадан кеткісі келеді деген ақпараттарды айтылып жүр. Бүгінге осы. Келесіде қай клубтағы футболшылардың жалақысын айтайық. Ұсынысыңызды пікірге жаза кетіңіз. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып қойыңыздар. Сау болыңыздар.